Қу түлкі мен қасқыр. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Балалар жоқ, екеу ғана өмір сүріпті. Бір күні шал: «Кемпір, бүгін бәліш пісір, ал мен біраз балық аулап келейін» деп киіне бастайды. Сыртқа шығып, шананы атқа жегіп балық аулауға кетеді. Түс қайта аулаған балықтардың шанаға тиеп, үйіне қайтады. Жолда өтірік өліп жатқан қу түлкіні көреді. Қуанып кеткен шал: «Міне олжа, кемпіріме апарып берейін, тонна жаға болар» деп ойлайды. Жерге түсіп, түлкіні балық толы шанаға көтеріп жатқызып, өзі атын жетектеп үйіне қарай аяңдайды. Ал бұл кезде түлкі уақытын босқа жоғалтпай, жол жөнекей балықтарды біртіндеп шанадан тастап отырады. Қолықпен тапқан олжасын түгел лақтырып болған соң өзі де түсіп қалады. Үйіне жеткен шал: «Кемпір-ау, бері келші, саған әкелген сыйлығым бар» дейді. «Қане, ол қандай сыйлық?» деп сұрайды кемпір. «Әне, үйілген балықтардың үстінде тоныңы әдемі жаға жатыр». Бос шананы көрген кемпір ашуланып: «Қу шал, мені алдамақшы болдың ба?» деп шалдың жер жебіріне жетіп айқайға басады. Балықтың да түлкінің де жоқ екенін көрген шал алданған біледі. Өкініштен санын ұрғылап қалады. Бұл кезде қу түлкі балықтарды бір жерге жинап, рахаттанып жеп отырған. Оны аш қасқыр көріп, қасына келеді. «Амансың ба, Түлкіжан?» «Аман, қасқыр аға. Балығыңнан маған да берсеңші». «Жоқ, бере алмаймын. Өзің аулада жей бер». «Мен аулауды білмеймін». «Оның еш қиындығы жоқ. Өзеннің ортасына барып, мұзды ойып ал. Сол жерге құйрығыңды сал да, қармаққа ілінші, үлкені мен кішісі десең болды, балықтар өздігінен құйрығыңа жармасады. Міне, осылай құйрығыңды балықтармен бірге суырып аласың. Тек ол үшін ұзақ отыру керек» дейді түлкі қуданып. Аңқау қасқыр түлкінің айтқан екетпей орындайды. Өзенге барып мұзды ояды, құйрығын суға салып, қармаққа ілінші, үлкені кішісі, қармаққа ілінші, үлкені кішісі деп қайталап отыра береді. Қасқырдың соңынан өзенге түлкі де жетеді. Сыртынан бақылап отырған ол: «Отыр құйрығың, мұз боп қатсын бұйрығым» дейді. Түлкінің сөзін шала естіген қасқыр: «Түлкіжан, бірдеңе дедің бе?» деп сұрайды. «Жоқ, мен жай саған көмектесіп жатырмын да» дейді қайтадан. «Отыр құйрығың, мұз боп қатсын бұйрығым» дейді түлкі қудана күліп. Осылайша қасқыр түні бойы тапжылмай балық аулап отыра береді. Судағы құйрығы қатып ауырлаған сайын балықтар екен деп ойлайды. Не де болса шыдап, құйрығын мол балықпен шығармақшы. Таң атады. Қасқыр олжасын суырып алып үйіне қайтпақшы еді, бірақ әбден мұз боп қатқан құйрығы судан шықпайды. Ары-бері тартқылап көреді. «Ұзақ отырғаным дұрыс болды. Жақсылап бір тоярмын» дейді өзін жұбатып. Бұл кезде өзенге су алуға келген қыз-келіншектер оны көріп: «Қасқыр, ұры қасқыр, ұстаңдар оны, ұрыңдар» деп айғайға басады. Қолдарынан түскен заттармен қасқырды соққылай бастайды. Тоқпақтың астында қалған қасқыр ары жұлқынып, бері жұлқынып, ақырында құйрығы жұлынып мұзда қалады. Өзі алды-артына қарамай безеді. Қашып келе жатып: «Қап бәлем түлкі, қолыма түссең, оңдырмайын» деп ойлайды. Ал қу түлкі уақытын босқа өткізген жоқ. Айғай-шуды пайдаланып, ауылдағы бір үйге ұрлыққа түседі. Қорасына кіріп, тапқан тамақты жеп, тұмсығын ұнға малып шығады. Содан соң қолығын асырмақ болып, тағы да өтірік өлгенсіп жолға жата кетеді. Оны тілі салақтап, шаршап келе жатқан қасқыр көреді. «Ал, түлкім, иманыңды үйре бер» дейді ашу шақырып. «Балық аулауды үйреткенің осы ма? Мені соққыға жықтырдың». Сабыр қасқыр аға, сенен қан ақса, менің миымды шашты, қарасаңшы» деп түлкі ұн жағылған тұмсығын көрсетіп мүләйімсейді. «Саған менен де қиын болған екен ғой» дейді қасқыр тағы да алданып. «Кел, арқама мін, үйіңе жеткізіп салайын». Айласын асқырған қу түлкі қасқырдың үстінде отырып: «Соғылған, соғылмағанды арқалап келеді» деп өлең айтады. «Не деп келесің, Түлкіжан?» дейді қасқыр. «Мен аға, соғылған, соғылмағанды арқалап келеді деймін де».
Солай де Түлкіжан, солай де деп түлкіні арқалаған аңқау қасқыр кете барады.